20 мамыр өзіміздің централ стендап клубта кітапхан концерт. Келіңіздер, құдай қаласа, оқу жылын бірге қорытындылайық. Орындар саны зор жетеді. Жағымсыз отырмайды. Қандай орындарыңыз болады? Күшті болады. Орын саны шектеулі бірақ бар орындар. Армысыздар, қымбатты күштер, намыздың күшті көрермендері, бұл әдеттегідей кітапхан бағдарламасы. Бүгінгі құрам Айдос Кемаділді, Қанабек Мерген, мен Еркебұлан Бердалы және де кітапхан Хамит Ердехан. Хамеге, бағдарлама басталмай тұрып, бірден, біздің құрақтыда тұрақты демеушіміз бар. Қасым кітап баспасы. Қасым кітап баспасы қымбатты көрермен, біздің кітапхан бағдарламасында айтылатын кітаптардың көбісі осы Қасым кітап баспасынан алынады. Және де Қасым кітап баспасы Хамекеңе өмір бақилық тегін абонемент беріп қойған. Таңдаған кітабын алып оқиды сояқтан. Үнемі. Және де құдай қаласа болатын 20 мамырдағы біздің концертте Қасым кітап баспасынан дәстүрге айналған көрермендерге сыйлықтар болады. Ол міндетті түрде. Сол үшін де Қасым кітап баспасына алғысым шексіз. Бағдарлама басталғалы осы Қасым кітап бізді қолдап демеп келе жатыр. Қасым кітап баспасы. Мен қайын бола бастасам, сен адам бола басташы. Тамаша, әдемі. Өзім қайын боп кетейін сенің адам болу жолыңда. Мен үшін, сен үшін өмір сүрейін ба мен? Өмір сүрейік алмасып тұрып сен деп атыр ғой жаңа. Соңғы выпустарда байқасаңыз, Еркебұлан қашаннан бері сен дейтін болған деп жазып атыр адамдар, байқадыңыз ба? Я сондай отыр екен ше. Мен оңашада жаман не қылып жүрмін, уайымдап жүрмін ше. Мен сонда адамдардың алдындағы сыйым кете бастады ма? Әлде басымнан бағым тая бастады ма деп. Мен өзім білесің ғой, бір оқиға болып қалса, мен кісіден емес, бірінші өзімнен көрем да. Я, бұл Еркебұлан мен сендеп кететіндей, мен қандай қателік жасап қойып өмірімді. Қамеке, ол сізге сондай әсері бар ма не оның? Бірден сіз деп отқан. Жоқ, менің сен дегеннен бір бағың тайып басыңнан сөйтіп қаласыз ба не? Менің именно. Жоқ, егер ондай әсері болса Қамеке, мен сіз демек түгіл басқаша сөздерді қолданамын. Сізіңіз деп. Иә, сізіңіз. Сізіңіз мына жерден. жоқ, былай ғой. Менде ондай не жоқ, кім сіз дегісі келеді? Мен танысқалы Қамеке. Сізі бәрі бар ғой да. Сол ғой енді ол, мен қалай айтсам болады енді. Бақытты ішінде бәрі бар деген сияқты. Иә. Қамеке деген не өзі? Зана Қамеке, Мәке, Ереке деген неде қалып кеткенсіз ғой жаңағы. Қатарда. Сіз ғой болыз ғой. Тең емес, қатар. Анау өзі лирикалық нелерді, жырларда, романдарда, сізден сенге көше бастаған кезі махаббаттың бір-біріне не қылған кездері ғой, білесің ба? Мүмкін сондай да шығар. Жоқ, бізге қатысы жоқ оның. Бізге қатысы жоқ. Орныңды біл. Олды. Қамеке, ренжімеңіз. Жоқ, мен ренжімеймін. Алың бағдарламасы. Ол былай ғой, ол деп тағы да бәлне келеді. Жоқ, негізі біреу сені сен деп атай ма, біреу сені шошқа дей ма, ешек бас дей ма, оны өзі біледі ғой, дұрыс па? Оған сенің ештеңен кетпейді. Сол ғой? Ештеңен кетпейді. Мысалы, сен егерді өз биігіңде қала білсең, ол күшті негізі, жеңістен тарапыңда. Ол қалу қиын ғой ана биікте ше. Сіз қамадыңыз ғой сонда? Мен таспен түсіп кеп тұрсыз ғой? Жоқ, біреулер түсіп қуады ғой, биіктіктен ше. Мен пока қатты түсе қоймадым, мен сәл тас іздеп ше. Төбеде тұрсыз. Жоғар жақтан ақтайын түсі. Жоғар жақтан ақтайын түсі. Деп қалдыңыз соның өзі. Пендешілік жаман түсіп қаласың кейде.
тесі қойып кетіп бара жатып жарты жолда барып артыңа қарап биіктігіңнен түсіп кеткеніңді Қандай биіктіктен биіктігің тұр жаны бос ше сен жерде кетіп бара жатсың нәпсің мен пенделігіңді қуалап. Күшті. Құрметті көрермен, айта кететін жайт, біз түсірілім алаңын кішкене өзгерттік, байқап қарасаңыздар. Ол Хамекеңе толассыз сіздердің келген хаттарыңыздың арқасында. Байынша айтқанда, Хамекең көрермен сіздерді тыңдап, бүгін келіп, көрерменнің көз ауырып жүр. Менің даусымды ғана тыңдап жүр деп. Мынандай хат келіпті маған. Қолында мынандай карталар бар деп. Ана сіздерге қарай бергеннен неден көзім ауырып кетті. Қазір аудиосын ғана тыңдап жүрміз деп. Олай басқа жақ қойып қойып аудиосын тыңдап жүрміз. Шынымен сөйтіп жазды ма? Сөйтіп жазып жіберіпті да. Сосын барып не қалдық та түрімізді ұмытып қала ма? Уайымдап кеттік. Иә, уайымдап. Бір күні радио болып қалмақ. Зере әжен ертегілер ұқсап. Ас есімен тәтті, сөз түрімен тәтті дейді. Айтып жатқан сөз қай жерден шығып жатыр? Кімнен шығып жатыр? Қаншалықты шынайы шығып жатыр? Соның түріне қарап тұрса жақсы да, иә? Күшті. Мысалы бір көйлек алсаң да қай жерден алдың деп сұрайсың ғой? Сол сияқты бір сөз шығып жатса қай жерден шығып жатқанын көріп тұрса мысалы үшін. Мысалы әдемі әңгімені мысалы сен айтып жатыр деп қалуы да мүмкін. Сіз соны ғана шатастырып қалмасын үшін деп отырсыз ғой, иә? Айтып жатырмын да. Таусымыз бар. Енді қысқаша былайынша айтқанда, құрметті көрермен, сіздердің әр жазған хаттарыңыз, әр бізге айтқан сындарыңыз елеусіз қалмайды. Біз барынша сіздерге ұнауға, сіздерге көрсетілімді болуға тырысамыз. Андай хаттар бар ғой. Еркебұлан кітап алып келіп айтсыншы дейтін хаттар. Осындай көбейіп жатыр, айтпақшы. Ол сіздің айтқаныңыз ұнамайды деген емес пе екен деп. Ол енді біздің мақсат. Жаман от сап отқан жоқ па арамызға? Жаман от сап отқан жоқ па деймін да, екеуі отырып. Арамызға от сағанда ол былай ғой. Смотря қанша от сасаң да жанындағылар жанбау керек те оған же. От салды екен ол от саса сен тас бол мысалы үшін. Жылынып тұра бер. Жанбайды. Сен мына жерде от жаққан қызуы мүмкін. Бірақ жанбайсың. Ана Чикича киноларында да бүйтіп жүреді. Или сулы бірене бол. Сулы бірене бол. Сен тұтады. Түтеуің мүмкін, бірақ жанбайсың. Көң ше, көң. Бықсып ше. Қой. Көң ше, көң. Қой. Қойдың көңі десе. Дегенмен дұрыс келеді. Шама дұрыс. Анау, менің айтайын дегенім ол бағдарламада Еркебұлан айтып көрсінші деген сияқты бар. Полежиде сияқты шоуымыз. Бізде мақсат басқа ғой. Біз қолдан келгенше кітап оқып, әзгінтай секундымызды құры жібермей, барынша әйтеуір осы оқып келген нәрсемізді сол автордың айтқысы келген нәрсесінен ауытқып кетпей, ойбай осылар айтады екен дегенге бете бермей, сол мақсат ол жерде айтпасақ, балалардың бәрі айтады ғой оқып. Сол құрметті көрермен, енді бұл нәрсені мүмкін бір арнайы шығарылым шығар. Бір барынша Хамекеңнің орнына отырып көрем. Хамеке, бүгін қандай шығармақ келдіңіз? Бүгін енді өзі мына әлем әдебиетіне мен кейінгі кезде болғанда, осы жаңа маусымымыз басталғалы мен әлем әдебиетіне көз жүгіртіп жатырмын. Осы ұнады сіздің осы таңдауыңыз? Шешіміңіз. Мен мына нәрсеге көзім жетті әлем әдебиетінен ше. Мына бір нәрсені мен өзіме түсіндім. Ол былай екен емес, мен түсіндім өзімше. Мына ол жақта дамып кеткен өркениеттің дамып кетуі, адамдықтың дамып кетуі, былай қарап тұрсақ, батыс Европа елдерінің барлығы өзге дін өкілдері. Ал негізінде шариғаттағы айтылғанға қарағанда, сол шариғатқа жүгінетін болсақ, негізгі мұсылмандардың даму деңгейі мен адамгершілік биіктігі сол Европадағы жүрген адамдармен келетті. Солардың адамгершілігі сол анау шариғатта жазылған мұсылманның негізгі кейпіндегі мінездемелерге келеді. Мені көптен бері менде осы нәрсе. Түбі соған барады ғой. Жоқ, түбі содан барғанда қараңыз.
қалайша адам дамуы деймін қалайша жаңағы. біз мәдениеттің дамуы, мұсылман елдері адамгершіліктің- неге қатты мәдениетті болып кетпедік? Мм. Неге олар қатты мәдениетті болып дамып кетті? Неге оларда адам құқығы қатты жоғары бағаланып кетті? Осы нәрседе менде өзімде сұрақ жүрді үнемі. Біз негізі мұсылман мемлекеттері шынымен ақ шариғи жүйемен жүргенімізде солай адамдық қой енді. Осы нәрсені биік қойғанымызда біз шарықтап кетер едік қой. Мысалы, осы нәрселерді мен өзімде ойланып жүретінмін. Мен осы батыс әдебиетін, жалпы Европа шетел әдебиетін оқи келе, мен осы нәрсенің жауабын тапқан сияқтымын да. Бұларда мына негізгі адамның жеке адамның ішкі құндылығын олар әубесте ақ бірінші орынға қойып қойған екен. Мысалы, сенің өзің бір құндылық, Кана бір құндылық, Айдос бір құндылық, мен бір құндылық. Ол құндылықтарда менің сенің құндылығын таптауға ешқандай нем жоқ. Құқың жоқ. Кәдімгі олар адамдық мораль, этика, эстетика, мәдениет, сөз сөйлеу, бір-біріне деген құрмет, осы бір-біріне деген құрметтің дәрежесінде олар солай өркендеп өсіп кетті. Анандай Қанеке айналасына жалпы қоғамға деген құрмет байқалады. Әр адамның ше, көпшілікке құрметі. Иә, көпшілікке. Көпшілік жерде айғайламай сөйлеу, енді өз-өзіңді ұстай білу, ол да бір өте үлкен мәдениет қой негізі. Одан кейін бір байқағаным, ол жақтарда ана оқыған көз ашық адамдардың арасында жазылады көбінесе. Енді барлық нәрсе өзінің ортасында, бірақ дамыған мемлекеттердің мен несін оқыдым, интернеттен қарасам, адамдардың сыртынан өсек айту тіптен жоқ ше. Адамдарды жамандау, ғайбаттау, тіпті мен мына шетел әдебиетін оқып отырған кезде біздің шариғаттағы көп қағидаларды айтып отырады да, Британияның бір нелері, оқымыстылары, мәдениеттілері сол шариғаттың шеңберіндегі заңға сай өмір сүріп жатқанын көресің. Мысалы, кеше біз Филиас Фок өте күшті. Тұнып тұрған анау кәдімгідей мұсылманның несі сияқты қасиеттері ше, артық сөйлемейді, ешкімді жамандамайды. Уақытпен жүреді. Алдына мақсат қойды ма, уақытты ысырап қылмайды. Уақытты ысырап қылмайды. Барлығын неше жолға шығар алдында не беріп кетеді ғой? Садақа беріп кетеді ғой? Иә, сол. Сіздің алдынан шыққаныңыз қандай жақсы болды. Иә, ол сол алдынан шыққанға қуанып, бізде Инстаграмда сұрап қалса сәл бүйтіп қапшы. Бұл жерде мен соны түсіндім. Европалықтардың өркендеп дамып кетуі, олар жаңағы біріншіден өзіне құрмет. Әр тұлға өзін қатты құрметтейді, жаңағыдай өзінің уақытын, өзінің бойындағы мәдениетін. Сосын бір-бірінің өмірінде қызық емес та оларға. Бір-бірінің өзіне, ол саған тікелей келіп жанаспаса, басқа біреудің өміріне қатты қызықпайды. Қатты өсектемейді. Андай тек қана нақты заңды жүйелі солай өмір. Өзіне қатысы бар нәрселерге ғана араласады ол былайша. Видеосын іздемейді телеграмда. Адам сыртынан жамандамайды, өсек айтпайды. Осы нәрсені мен байқаған сияқты болдым. Айтатын болса тіке айтады. Дұрыс айтасыз. Үйренетін нәрселерді айтып отырсыз, дұрыс айтасыз. Ішкі өркениеттің дамуы да, адамның мәдениеті, кәдімгі мысалы, оларда ойлайды, мысалы, мен сені жамандасам, ол өзінің бір сұрқиялығы, ол өзін кешіре алмайды ол үшін. Мысалы, мен сені бір ренжітіп қойсам, не қылып, өзін кешіре алмайтындар көп. Менің мысалы осыны көрдім. Көп шығармалардың, мен оқыған шығармалардың ішінің барлығында біреуді ренжітіп қоятын болса, ол өзін кешіре алмайды. Анау толық кешірмейінше ше. Өзін жеп біте ма? Өзін жеп бітеді, сондай нелер көп. Сіздің сондайсыз ғой Қамеке? Иә, менде де бар сол. Мен ойланам, ол осы қаншалықты дұрыс емес. Жоқ, сіз сондайсыз андай, өзіңіз жеп жүресіз, ойланып, ренжітіп қойдың, бекер айттым ба дейтініңіз көп болсын. Иә, сол нәрселер. Өйткені білмеймін ғой. Өткенде Асқарды жаман жылатып қойып едіңіз. Асқар? Не деп? Сен қызың жоқ, менің әйелім бар деп. Қызың жоқ, менің әйелім бар деп. Шигол ұқсап. Өткенде де сізге сен деп қойды да жаман өз-өзін жеді ғой. Мен жаман жедім өзімді. Қай кезде? Ана комментарийларды оқып, Хамитке сіз не деп, сіз деп жүрген баласын ағып, сен деп отыр деп. Өз-өзін жеп. Мен жігіттерге айттым ғой, мен түспей ақ қойыншы бұдан кейін деп. Бұл болды бұдан кейін. Біз я деп еді, кеп алды.
жоқ білмеймін, мені үш сұрақ қой үнемі, осы нәрселер қаншалықты дұрыс қаншалықты бұрыс екенін білмеймін. Не айттым, не айтып жатырмын, не айтамын, осы үшеуінде абай болғым келеді. Өйткені біздің қазір жасап жүрген істеп жүрген ісіміз осы. Не айттым, не айтып жатырмын, не айтамын. Осы үш. Негізі осы үш сұрақты әр адам өз-өзіне қойса әжептәуір әлеуметтік желі тынышталып қалатын еді. Осы нәрседе қиналамын. Кәдімгі бір жерге бір танымайтын ортада отырып қалсаң кейде сөз деген қасиетті ғой өзі. Кейде арқан қозып кетеді да бір айтып қаласың, бір тарихты қозғап қаласың, керек емес сөздер кетіп қалады. Бір балағаттап біреуді боқтамасаң да бір шолып өтіп, шарпып өтіп, сондай оңаша шыққан кезде соның бәрі сөзгімнен өткен кезде қап деп қоямын. Сондай нәрселер бар. Бекер керек емес еді ғой. Негізі артық сөз ол артық сөз екен ғой бәрібір. Жүрекке де жүк, жүйкеге де жүк. Барынша жет өлшеп бір кесуіміз керек екен ғой, бірден кесіп жібермей. Шорт етіп. Өлшемей кесіп аласың. Сол нәрседе қорқам, осы нәрсе мазалайды мені. Қамеке, мына әлі не қандай шығармақ келгеніңізді айтып қойыңыз. Не айтасыз? Мына әңгіменің бәрі неге келетір? Күшті келе жатыр. Осы айтып отқан әңгімелердің барлығы сол шығарма басталып кетті деп ойлай берсеңдер де болады. Өйткені мынау Антон Павлович Чехов. Ойбой, Антон Павлович Чехов? Антон Чехов емес, Павлович Чехов. Әшейін Антон Чехов емес, Антон Павлович Чехов. Чехов дегенді көп естетін, біз жақта Чехов атында мектептің артынан футболдан жарысқа командалар келетін. Ешқандай шығармасын оқымағам, жалпы білем, жазушы екенін. Жалпы театрда бар емес па Чехов мылтығы деген. Ол мылтық сахнада тұрса, ол атылу керек дейді. Чеховское ружье дейді ғой. Білесіз па? Ол тек мылтық атылма, любой нәрсеге айтылма. Театрда бар да, мысалы, бір мылтық деп айтады енді былай, не ғой енді. Егер сахнада мылтық тұрса, ол атылу керек дейді. Яғни сахнадағы әр тұрған нәрсе жаңағы пайдаланылу керек қой. Жаңағы не пьесаға болмаса сол қойылымға жұмыс істеу керек. Мысалға құртырмау керек. Канада мысалы микрофон тұрса, ол микрофонға ұстап сөйлеу керек. Сол Чеховское ружье дейді. Чехов жаңағы несі мылтығы деген сияқты ғой. Сондай бір несі бар. Мен де оқымағам Қамеке. Мүмкін сіз не оқып келдіңіз бүгін? Чеховтың шығармалары көп қой деген ба? Чеховтың чиновниктің ажалы деген бір несі бар екен да? Күліп айтатын. Аты күшті. Көп әңгіме айтып отқаным, бұл өте аз әңгіме екен да? Сол үшін қара панама киіп келдіңіз, бірақ терең екен. Бұны әркім әртүрлі қабылдауы мүмкін. Кереметтей көңілді кеште білдей мекеменің дейді, қандай мекеме екенін айтпайды. Білдей мекеменің шаруашылық жағын күйттейтін кереметтей бір қызметкері Иван Дмитриевич Червяков жайында болады ғой әңгіме. Червяков. Құртов па? Былайша айтқанда. Шлаушанов. Шаруашылық жағын жасайтын қандай? Хозяйственный жағына қарайтын ба? Дұрыс қой? Жалпақ тілмен айтқанда. Жалпақтылып бітті осындай тілдеріміз. Шаруашылық жағын күйттейтін бір кісі. Енді бір не деп отыр деп ойладым мен енді бір нақты бір бүйтіп Карневил қоңыраулары деген қойылым ғой бұл. Қалай? Карневил қоңыраулары. Міне Черняков екінші қатардағы креслолардың бірінде Карневил қоңырауларын дүрбімен қарап отырады дейді. Бір спектакль шығар. Спектакль. Әдемі отыр екен бірақ. Опера мен не қылмадым. Операда болуы мүмкін айтпақшы. Екінші қатарда дүрбімен не көре қоюы мүмкін деп. Бауыржан шоу қарап отқан шығар баяғы сондай еді. Бірақ екінші қатар дүрбі. Көзін нашар көреді. Өте нашар көреді шығар. Или актерді қатты жақыннан көргісі келмеген. Бірақ ол кездерде қай бір мықты дүрбі дейсің? Ол да мүмкін. Ана жерде ол да қыршы қарайсың дейді. Енді чиновниктің ажалы болғаннан кейін бұл енді жаңағы адамдардың өзі несі бөлінеді ғой. Баяғыдан өзі тарихты жазушылардың өзі бөліп тастаған ғой жаңағыдай. Шымкент деп. Феодалдар, шаруалар, кедейлер деген сияқты. Енді оны жазушылар бөлмеген қалай? Ол тарих бөлді ғой, былайша айтқанда. Соның енді жаңағы тұрмысы бөлді адам. чиновниктер
жоғарғы нелері ғой енді жаңағыдай. мынау Червяков Сол жаңағы бір ненің шаруашылық бөлімін не қылатын бір мекеменің шаруашылық бөлімін қарайтын. Қатты емес, бірақ нормальный. әдемі. Болады, екінші қатарда отыруға келеді ше ең басы. Билетке ақша жетеді. Билетке ақша жетеді. Билетке ақша жетеді. Енді мынаны бұл чиновниктің ажалын Әбіш Кекілбаев атамыз аударған екен. Ой, әдемі. Әбіш Кекілбаев атамыз аударған екен. Бұл өзі қай жыл жазылған екен? 1883 жыл жазылған екен. 1883 жылы бір ғасырдан асып кетті ғой. Біздің фамилиямыз да туылмаған әлі. Аталарымыз. Менің атам сол 1917-16-да туылды ма екен? Нақты не жоқ. Сол Қосай атам, үшінші аталарымыз жүрген кездер. Солар өмірде жүрген кездер екен. Мен өзі солай есептеймін, ана тарихи кітаптарды оқыған кезде, әсіресе жаңағы біздің Қазақстан тарихы кітаптарын оқыған кезде, жеті атаммен қуалаймын бүйтіп барып. Қай атам жүрді деп па? Бір 70-80 жаспен беремді араларын. Сөйтіп Қабанбайдың дәуірінде қайсы аталарым болды екен. Сөйтем де ойланам. Ол аталарымыз қазір біздің мына өмір сүріп жатқан жеріміз оңтүстік болатын болса, сол кездерде қайда тұрды екен. Қалай болды ғой. Олар жүрді ғой. Ол ақиқат. Иә, жүрді ғой. Болмағанда шығар деген нәрсе жоқ. Жүрді. Дәлелі өзіңсің ғой. Анық жүрді ғой. Нақты ол. Ол кәдімгі. Қамеке, ол уақыттарда қалай жүргенін елестетсең де қиын ғой. Елестетем, сол сәл болсын қару алып не қылды ма екен. Жоқ, негізі Қамеке, біздің өйстіп тірі аман есен жүруіміз, өйстіп күліп отқанымыз, ойлау қабілетіміздің әйтеуір жақсы ойланамыз ғой. Жаман емес екен. Жаман емес екеніміздің көрінісі сол аталарымыздың мықтылығы шығар енді. Құдайға шүкір. Солардың қаны, солардың... Иә, Құдайға шүкір. Аспаннан салбырап түскен жоқпыз ғой соқтан. Мен бір нәрсені, неға мына осы құлағым демдетіп жүрген кездерде, сол кезде менен сұрады, үйіңде папаң мамаңда не құлақтарына жоқ, олар құлақтары өте таза, жақсы естиді. Сол кезде сол врач айтты, жеті атадан келе береді деді ғой. Не? Енді ауру жеті атадан келе беретін болса, мен ауылда естігем, менің атам Ердехан атамды көз көрген бір кісілерден естіп қалғаным бар. Әзілкеш болған екен Ердехан атам. Әзілқой болған екен. Түрінде ұқсаймын мен ше Ердехан атамға. Енді сол қан жібермейді ғой бәрі. Түріне ұқсаймын. Кровь Невада дейді ғой орыстар. Сол жақта қан су емес дейді қазақтар. Солай жаңадай немен мынандай бір нелері жақсы екен да ше әңгімелері. Енді кімнің Чеховтың сөздері болып тұр ғой. Бірақ дейді, кенет дейді, әңгіменің біткеннің осы бірақ кенеттен аяқ алып жүргізбейтін әдеті ғой. Әйтсе де өмірдің өзі кездейсоқтыққа толы болады. Автор байғұстардың жазығы қанша деп ше. Автор байғұстардың жазығы қанша дейді. Мысалы, өмірде бір кездейсоқтықтар толы болады дейді да. Енді қайтамыз енді жазу керекпіз ғой оны деген. Өте дұрыс айтады Қамек. Негізі өмірде мынау мүмкін емес дейтін нәрселер көбінесе өмірде шынымен болып жатады ғой. Иә, оны жазады. Шынайы оқиғаға негізделген. Мына өтірік енді біз кінәміз қанша болған нәрсені жазып отырмын дейді да. Автордың кінәсі. Сөйтіп жаңағы неде жаңа ненің алдындағы адамның несін бір Червяков көріп жібере салайыншы. Сөйтіп әдемі отырады дейді жаңа Червяков. Әдемі отырады дейді жаңағы бүйтіп отырып. Сөйтіп өзінің көріп отқандығына дейді анау аз да әңгіме ғой, бір үш-ақ бет мынау. Аз әңгіменің ішінде кәдімгі әрбір нені зая жібермеген да. Сөзді ма? Иә, сөздерді зая жібермеген, әр сөз өзіне жауап беріп тұр да неғды. Көрген нәрсесіне андай қуанып отырып көріп отырады дейді. Ойында енді мен өзімнің немен айтам ғой бұл жерде. Сөз емес. Көріп отқанына қуанып. Ана бір мультфильмнен толып көріп отыр ғой, андай күшті вообще. Ана бір мультфильмнен көріп едім, ана қазақшасын ба? Қазақша переводым ба? Қазақша перевод бар, осы американский мультфильмде ана бір
жан жануарлар туралы мультфильм, отада цирк квадр ғой, сөйтсе бір кішкентай аң түрін есімде жоқ, бірақ сөз есімде қалып кетті да. Анау қуанып отыр да, мен цирк деп отырмын, мен цирк деп отырмын. Айналасына ма? Мен цирк деп отырмын деп. Ол солай отырған ол да. көріп отқанда емес, жалпы цирк деп отқанына бақытты да анау. Жаңа өткендегі сүйген адам сезім үшін бақытты деген сияқты, Мұхтар ағамыз сияқты. Цирк деп отқан адам көріп отқан үшін емес, цирк деп отқан үшін бақытты да. Сол сияқты бұл жаңағы нәрсені көріп отқандығына бір жақсы отырады дейді, көңілі толып ақшы. Сөйтіп бір кезде жаңа беті тыржиып бит келді тағаны түшкіріп жіберді дейді. Түшкіргенде тұрған не бар дейді. Ана жазушы бірден ақтап аламын. Түшкіргенде тұрған не бар? Табиғи заңдылық қой. Барлығы түшкіреді дейді тағыны. Тіпті жаңа мұғалім де түшкіреді, секретный агент де түшкіреді, керек болса президент де түшкіреді, мисс Қазақстан да түшкіреді, бәрі түшкіреді. Ода тұрған не бар екен деді. Президенттен кейін мисс Қазақстанды айтқанша. Біртүрлі расстановка дұрыс емес. Жаңа анау түшкірген адам өзін іштей жұбатып алып тұр ғой, осы әңгімелермен ше. Несі бар екен? Не болыпты екен, иә. Анандай жерде түшкірмеу керек пе екен не? Бірақ енді Хамеге түшкірудің де реті бар ғой негізі. Енді деп түшкіретіндер бар, аузын жауып жаңа ача деп ана бүйтіп шашыратып түшкіретіндер дұрыс емес деп ойлаймын мен. Мен беттеріңе түшкіретінім ғой, білесің бе, сен де болды ма сондай? Менде басқа нәрсе болды, айтпай ақ қойдым мен. Менде одан бетерлері жақындап тұрып түшкіретіне ғой. Ол сол кунялар көрді ол. Я болды ғой сол бірге тұрып жүрген балалардың арасында сондай. Сөйтіп онда тұрған не бар екен, жаңа іштей қараңызшы, ана адамды бір червяков арқылы көп адамдардың червяков. Иә. Көп адамдардың бойындағы бір сезімдерді сөйлейді да. Не бопты? Бәрі түшкіреді ғой деп олады тағыны, дегенмен червяков жан жағына үйтір қарады дейді да. Ыңғайсызданды ма сәл? Ыңғайсыз болып қалмады ма екен? Өзіңнен басқа ешкім кешпейді ана күйді негізі, ондай сәтте. Сосын Хамеке андай ғой, негізі оның отырған жері жаңа немен отырса, бинокльмен өте мәдениетті жерде отыр ғой ол. Жаңағы түшкіре салатын да жер емес қой негізі. Иә, негізі тыныш жерде отыр ғой негізі. Ыңғайсызданатындай түшкіруде мәдениетсіздікке жатпайды ғой негізі. сөйтті да. Жоқ енді жаңағындай ча дей салуға да болмайды ғой дегенім ғой. Қалай түшкіруде жазылмаған ғой. Нелер көрініп па, түкіріктер? Иә, сол ғой жаманы. Тастай салу деген. Сәл енді көріңізші ал не сөйтіп ойлағанынша болмады. Алдыңғы қатарда отырған қатынас жолдар мекемесінің статс генералы. Өте мықты деген сөз ғой. Генерал. Статс. Сол бүйтіп биялай деп тұрып, анан аударып шапағымыз. Перчатканы ма? Не ғой? Платок. Платошка. Соны алып бит жеріп, мына жерлерін бүйтіп сүртіп, отырғаннан бастап червяков таңда деді ғой. Жаны қамат Ол деді. демек желкесіне түшкірді ғой ананың, иә? Жан-жана қарамаған ғой даже, бүйтіп тіке ұрып салған ғой. Бір желкесіне бір қондау бірдеңе. Жаңағы сөйтті да, анау ол жерде нақты ешқандай ана жерде не болған жоқ ше? Жоқ, ол кісі де бүйтіп деп қараған да жоқ қой. Қараған да жоқ, ешқандай фокус болған жоқ артына ше. Биялайын алды да, айтпақшы, платочектің аудармасы биялай ма не? Сүлгі. Бізде батыста биялайды, қолғап биялай. Шаршы дей саламыз біз оны. Бізде биялай деп айтпайды, қолғап дейді. Бізде билайн дейді. Ол не ғой, сотовая связь деп жатсың ғой. Биялай пима деп. Биялай деген қызық екен аудармасы. Биялай деген, иә. Қолдан пиялай дейтін бар. Пиялай деген кесе ғой, да? Пиала деген шай бар. Сөйтіп Хамеге бір оқи салам ғой, нақты биялай екендігіне көз жүгірді. Жоқ, вообще андай өзімізге словарный запас. Биялаймен міңгірлеп, биялай. Басқа зат емес шығар енді ол. Жоқ, сол өзімізге аударуға, күшті аудармауға деймін де, қолдан иқта деп отқаным ғой. Биялай деген бірақ анандай нәрсені елестетеді, бір нержавеющий бір андай әдемі шарик сияқты бірдеңе, не? Биялай. Домалақ па? Биялай да. Сөйтіп ана ыңғайсыздан статс генерал. Менің түкірім шашырап кетті ау деп ойлайды да червяков. Шәл жақындайды да, кешіріңіз,
жаңа мен түшкіргеннен егер шашырап кеткен болса мен ғафу етіңіз дейді да, сосын жоқ ештеңе жақсы бәрі дейді да, отыра береді. Сосын анау Щербаков анау айызы қанбай қалады ғой жауабына ма? Өзінің кешірім сұрауына ше айызы қанбай қалады. Дұрыс сұрамай қойдым, анау генерал несі званиясы жоғарырақ, мен жеткізе алмай қалдым ау дейді да. Жаман болып отыр ғой. Жаман іші бір түрлі болып кетті деді ғой. Іші бір түрлі болып кетті деді тағына. Сосын кешіріңіз, мен әдейлеп істеген жоғым деп тағы да бастап келетін қызы. Жоқ, ода тұрған ештеңе жоқ, болды, кедергі жасамасын, алдыңызға қарап нені көрейік деген сияқты. Ана нормальный деді ғой. Ана кісі қатты мән беріп отқан жоқ қой оған. Аты Брижалов екен ол кісінің ше. Статс генерал деген күштесілік. Анау Қанеке ол бүйтіп биялайын алып бүйтіп мүмкін терін де сүртуі мүмкін ғой ол. Соғы Өзінің ше. Ол біріншісінде мән де берген жоқ. Жоқ, ештеңе етпейді деді. Түшкіріккен бір уақытқа келіп қалды ма? Мүмкін ғой. Екіншісінде анау дұрыс жеткізе алмай қалдым деді да анау. Сөйтті да қайтадан иығынан қағып, кешіріңіз, егер денеңізді білдіріп қойсам, мен әдейлеп істеген жоғым, мен байқамай қалдым деп жатқыңыз. Кім Брижалов. Статс генерал. Генерал. Бұрылып тұрып, қойсаңызшы енді деп айтты деді ғой. Екіншісінде кешіріммен ренжітіп жатыр ма ананы, кешірім сұраумен. Анау екіншісінде сөйтіп айтты деді. Қойсаңызшы енді деп айтты деді. Одан кейін вообще таңдады деді ғана кіші. Кешірім сұрап ренжітіп алдым деп отырғанда. Таңдым ғой мен. Міне дұрыстап кешірім де сұрай алмадым ғой. Мынау деген масқара болатын болды ғой. Сөйтіне біткеннен кейін барлығы янынан сәл қарап қоймаса, мына детальдар өте көп те өзі әзгінтай болғаннан кейін мына жерде. Жоқ, бұл уже несінде екен жаңағы. Біріншісінде анау просто жоқ ештеңе етпейді деді. Екіншісінде жоқ ешқандай абыржымадан көрейік деп айтты. Үшіншісінде уже ана бітіп неде фойеде тұрған кезде бәрі сыртқа шыққаннан кейін қасына жақындап тағы келді деді ғой. Кешіріңіз, мен жаңа нені дұрыс жеткізе алмай қалдым ау деймін, соны деген кезде қойсаңызшы енді деп айтты ғой. Сонда ана Червяковқа кешірдім дегені керек болып тұр ғой. Дұрыс айтқаны керек болып тұр ғой. Еще айызын қандырып айтқаны. Ол өз-өзіне қанағаттанбай жатыр ма, ана кісінің жауабына қанағаттанбай жатыр ма, соны түсінбей жатырмын да. Сондай сезімдер болады кейде. Қалай ананы бекер айтты екен ме, ана сөйтті да ол ана қойыңызшы деген, қойсайшы енді дегеннің астарында анандай не көзіне де дұрыстап кетіп бара жатыр, көзіне де дұрыс қарай алмаппын ау, ол кекет деп айтты ау дейді. Жоқ, ана кісіше мынаны жаттап алмаған болуы мүмкін. Просто түртіп өзінің түрін жаттатқызып, андай жек көрінішті үндемей кетіп қалса да фойеде өзімен тұрады ғой деген. Ол кісі оның түшкіргенін білмеуі де мүмкін ғой. Просто кедергі жасады да, екі рет шықты тағы. Сөйтсе қамеке. Сөйтіп сол уайыммен ойланып быт-шытып үйіне келеді ғой. Сол күй кете ма? Өзінің үйіне, сол күй үйіне келеді дағына. Уайымдап, дұрыс сұрай алмадым ғой кешірімді генералдан. Жаман масқара болды менге, төмендік болды. Іштей жеп. Сол болмағаннан кейін әйеліне айтады ғой. Әйеліне айтады, осындай генералдың түшкірі алдында отырады, түшкіріп не қойым, түкірім шашырап кет, кешірім сұрап ем, ана кісі білмеймін, кешірім дұрыс сұрай алмай қалған сияқтын. Ол анау білмеймін, жеткізе алмадым деп ойлаймын, кешірім сұрауды дұрыстап деген кезде әйелі біріншіден жаны қалмады деді да, бірінші ана генерал деп, кейін басқа мекеменің бастығы екендігін неғаннан кейін деп не қылды деді. Мәселе сонда. Сен бастық болмаса болды деді ғой. Әйел қатты мән бермеді деді. Сосын барып күйеуі сұрады дейді Червяков, қалай ойлайсың, ол мен дұрыс кешірім сұрай алмадым ау дейді да. Әйел енді егер дұрыс кешірім сұрамаған болсаң, тағы бірде
кездесіп дұрыстап сөйлесіп аласың да дейді. Әйел ешқандай мән бермей айтты дейді ол дұрыс қой. өзінің басқа тірліктерін істеп жатып мән бермей өтті дейді. Содан кейін ана күйеуіне сол әйелінің сол несі кәдімгі не қылды деді ғой, в общем не дейтін еді, мотивация берді ме? қамшылады деді да өзінің несін, ана өзінің ойын сенімін ше. Әйелінің немқұрайлылығы ма сонда? Әйелінің немқұрайлы қарағаны ма? Жоқ ой, жаңағыдай тағы да сұрауым керек дұрыстап деген. тағы бір рет бар кешірім сұрауына деген керісінше оталып кетті. тағы да бір кешірім сұрасам ба екен деп ойланып отырған несіне әйелім соны айтты. қамшы басты да, әйелім бір рет барып сұрай саған не қыласың сай өзің деп әшейін айта салды. Сөйтейін не деді ғой кім, Червяков. Арнайы барды ма сөйтіп? Сөйтейін деп, сөйтіп ертесіне қаранап өзінің жаңа костюм шалбарын киіп сол генерал жұмыс істейтін мекемеге барды деді ғой. Зың вообще. Сөйтіп анандай жерде генералда кезекте тұр екен адамдар ше, өзінің вопростарымен бәрі түшкірген ба кеше? Болды, кезекте тұрды деді. Бәрі анау генерал өзінің жұмыстарын мәселесін шешіп қайтарып жатыр. Ананың кезегіне гүл болып отыр ма арасында күтіп? Ананың Червяков. Бәрінің қолына ананың Червяковтың фотосымен не беріп жатсашы. Ананың кезегі келген кезде ше, ананың кезегі келген кезде ана генерал келді. Оқып бере салайыншы ше. Генералдың бетіне түшкізілсе осы жолы байқамай мұрны қышып бітейін деп қалды. Келіп мәртебелім деді. Шіли ғой мына кісі нашар адам екен. Андай нашарлау. Жақсы адам болып тұр ғой, уайымдап. Жоқ енді мәртебелімге дейін кетіп қалмайсың ғой досым. шөп ете салды ғой. Иә, бірден. Ол жақта не болыпты мәртебелім деп саған тұр. Мәртебелім дейді сосын. бүйтеді. Жаңағы ойнаттыңыз кешіп бөлмеймін, басынан ойнатып жүресіз ба? Ана несін қасына келді деді, кезек келген кезде ана өзі генерал бүйтіп ана неғып жатқан кезде мысалы ала қасына мәртебелім мен әлгі ана мен кешегі өзімнің істеп қойған нелерімнің жаңағы түшкіріп қойып сол неғам барлығына оқыс әрекетім үшін қатты өкінгендігімді білдіруге келіп едім дейді ғой. Сол кезде генерал, құдайым ай, осындай да сөз болады екен ау. Сіз не мәселемен келіп едіңіз деп басқа біреуге бұрылды деді ғой. Ана жерде. Қабылда. Анау қап қойды деді ғой сол әңгімемен ше. Червяков өзінің көзқарасында ол өзін көріп тұр ана жақтан ше. Өйткені бұл сезімді сезінген адам ол ана жақтан өзін көріп тұрады. Бұл жерде бір өзі тағы да қалып қойды ғой ол Червяков ше. Дадаң біраз қалып қойды. Ана жақта анамен сөйлесіп кетті. Олардың барлығы бір адамдық биіктікте дағыны өзі ғана сорлы бытшыт ана жерде жалғыз қақ біткен адамның азғыны сондай болды ғой, ол танды ғой, одан бетер. Қап қараңғы өзіне пушка түсіп тұр ғой. Жалғыз өзі сахнада. Залдың бәрі генерал. Ужас. Сезім жаман еді. Сезіндім. Сөйтіп, бұның алдында мен жаңа фойеде дедім ғой, фойеде сұраған кезде тағы да мына жаққа кет тұрды деді ғой, сол немен ше. Сол немен бәндегі немен танды дейді мына жағы. Сөйлескісі де келмеді ғой мен. Сөйлескісі де келмеді ғой мен. Қатты қапа болып қалған екен ғой бұл маған. Жаман. Қайдан ғана қойылымға бардым деп жатқан шығар іштен. Иә, содан кетті ғой. Қайдан ғана түшкірдім. Иә, масқара. Кеше жамылып жатуым керек еді деп. Масқара ят болды ғой бұл. Деді кеп тағы да сұрайды ғой. Сол жерде ме? Иә, жерден. Мәртебелім деп. Тағы да мен жағы әлгі өзімнің деп айта берген кезде саған не ана бұрылып тұрып айтады, саған не прикол керек па, қылжақ керек па деп аударған екен мына жерде. Сен не адам мазақ қып тұрсың ба дейді ғой.
генерал. ашуландырып жіберді ма? Иә, сәл сен не адам мазақ қылып тұрсың ба деп сөйлеп қалады бір-екі нәрсе. Ана Червяков одан бетер быт-шыт болады ғой. Ол енді жекіп тастады ғой, енді болды деді. Иә, сөйтеді тағын ол үйіне келеді, тағы да көшеде келе жатып уайымдайды. Ол ана жаман мені жек көріп қалған екен, ауыр қабылдап. Менімен сөйлескісі де келіп тұрған жоқ қой. Айтып отқан әңгімесін кәдімгі мені прикол ұстап жүр деп те ойлап тұр ғой. Бұған жөнделеп түсіндіру керек болды. Жөнделеп түсіндіру керек болды ғой деп. Ертесіне тағы да барды деп. Ана сөздерден кейін. Бәндегі сөздерден кейін ертесіне тағы да барды деді. Менен кеше сізге келген кезде мәртебелі мен шынды айтайын, дұрыс мен мән-жайды дұрыс түсіндіре алмадым деп быт-шыт деп отқан кезде генерал жоғал деді. Бітті ғой. Кәдімгі еріне астыңғы иегі дірілдеп, кәдімгі жыны келіп тұр. Жоғал! Расстрелять десең. Ана жоғалдың астында ұра бересің. Бос орындар көп. Ең жаман жек көрген адам жек көрген кездегі құрал саймандарын дайындай бересің, аша бересің бит. Сөйтіп ана жерде тынды деді ғой анау ше. Сыртқа шықты деді. Галстугын не алып үйіне келді деді ғой, бит үйге келді да, сөйтіп ана бір диван бар екен, соның үстіне деп анау жоғал деген кезде тынды ішінен бірдеңе қалта тағағандай болды. Тоғы үзіліп кетті ма? Иә, сөйтті дағаны үйіне келіп кіре берсегі диванның үстіне жатты да, сол жатқан күй өліп кетті деді ары қарай. Жүріп кете барды дейді ары қарай. Өліп қалды ма? Өліп қалды. Күліп айта ма? Уайымды жеңе алмады ма сонда? Уайымшыл адам болып тұр ғой өзі сондай. Болады ғой адамдар. Өліп қалды. Ана мойнына түшкіріп қойды да. Жоқ, гриптан өлген шығар ол. Түшкірігіне бала сүртпеген де болуы мүмкін да. Тұмаудан кеткен шығар. Қамеге сондай емес па? Ауырып жүр да негізі өзі ше. Тұмау болып ше. Птичий грипп па? Ол коронавирус. Коронавирус. Менің ойымша ол түшкірігі тиген жоқ. Мен де сөйтіп ойлаймын негізі. Ана кісіде жаңа сіз көрсеттіңіз ғой бүйтіп сүрткенін. Үлкен кісілер терін сүртеді ғой, кәдімгі. Құдалықтарда түсін көріп алып жүреді ғой. Сондай болып көрінді ма? Өйткені оның жаңа ғана іштей өзін ақтап алуы бар ғой. Не болыпты түшкірсем деп әлерді. Оған ешкім ештеңе деген жоқ негізі. Ол өз-өзінен, ол былайша айтқанда өз-өзімен сөйлесіп жүре беретін адам сияқты ғой. Біресі ғана ғой. Өзі ғана соғысып жүр ғой өз-өзімен. Жаңа ғана мен айтқан сияқты ғой. Не айттым? Не айтып жатырмын? Не айтам? Енді бұны біз дұрыс, менің ойымдағы ол мүлдем бөлек нәрсе. Мынау оның дұрыс емес жағы. Жаңа ғанау неге де кетіп тұрды? Ананың несі, жұмыс званиясы да бұны басып тұр ғой. Жоқ, басқада да ана уайым да артық қой. Жүрекке қатты қалды. Генерал ғой. Жоқ, сол әйелі де негізі дұрыс айтып тұр ғой әйелі. Вообще басқа ненің бастығы ма деп тұр ғой негізі. Ол да дұрыс қой. Не қалады дейсіз? Тағы да кешірім сұрасам ба екен дейді ғой. Ол қатты анадай немен сұрайды ғой. Әйелі примерно проброс посуд жуатты да, иә сұрай сал дейді ғой. Әшейін айта сал. Әйелі мән берген жоқ дейді. 3-4 рет кешірім сұраған білмейді ғой әйелі. Айтқан кезде есің дұрыс па дейді ғой. 3-4 рет кешірім сұрап қойған білмейді ғой дейді әйелі ше. Иә. Ол бірінші рет соған айтып тұр деп ойлап тұр. Барсаң бар деп тұр ғой. Ода тұрған ештеңе жоқ қой, сөйле. Сосын ана қалайға ол қарамап дайындалып баратындай не кешірім деймін да. Сөйтейін не деді. Ол сөйтіп айтты деді. Әйеліне ше. Әйелді сұрайсыз, сөйтейін не деді. Сол дұрыс болады деп ше. Мен ойлаймын, ана неседе мысын басып тұр ғой, солда ғой, енді қызметі де. Мысы бар, бәрі бар, бірақ білмеймін, қатты уайымшыл болуға болмайды негізі. Иә, ол да деген жаман нәрсе. Кейде қатты уайымдап кететін бар менде. Енді ана ойлаш, өліп қалды. Өліп кетпеңіз. Қамекең бір күні маған мәртебелі деп отса, уайымдаңдар. Есік алдында диван қарау керек. Қараңыз, бірінші уайымдап, ол ең бірінші. Қалай шығып тұр әңгіме? Бірінші ол кешіріңіз, мен жөтеліп тиіп кеткен болса деді да,
иә сөйтті да ол ошо ештеңе қылмайды дегеніне бұл мен дұрыс мен ананың уровенінде сұрай алмай қалдым кешірімді деді да генералдан генералдан кешірім сұрау керек дәрежеде сұрай алмай қалдым. бірақ дұрыс айтасыз, бара мәртебелімге өсті ғой. Соғы кешірім. Ойлашы, оған дейін уайымсыз күшті болып қарап мен театрда отырмын деді ғой. Көріп отқандығына бақытты еді. Сөйтіп түшкіртті кейін анау жоқ ештеңе қылмайды дегеннен кейін ананың ол өзінің кешірім сұрауы мен ананың жауап беруінің арасындағы тепе теңдіктің жоғын көрді да ол. Жетпей қалдым деді ғой ол. Сөйтті да айып етпейсіз деп барынша мәдениет сұраған неғып еді, анау тұрды да ода тұрған ештеңе жоқ, нені көрсеңіз болды ғой деген сөзі одан бетер удар болды ғой. Көрсеңіз болды ғой деп айтқаны ол тіптен маған. Бірақ Хамеке, енді біздің қазіргі өзіміздің өмірге алып келсек деймін да мына әңгімені. Енді менің алдымда мысалы мен өйстіп отырамын да, күшті бір жиында бірдеңе қарап отырмын, бақыттым сіз айтпақшы. Бірақ алдымда мысалға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз отыр. Мен түшкіріп қалсам, енді мен кешірім сұрағаннан кейін Нұрекең бүйтіп қарағанның өзі өртеніп кетесің ғой. Мен осы дәреже өзің желкені сүртіп бастайсың ғой. Шынымен ғой, уайым шынымен жейді екен. Мен елестеттім да енді сондай кісі отырса. Жоқ, андай сен жатқан кезде қолыңды қайырып кетесің. Жоқ, қараңыз. Ұшып бастағаннан бастап. Мына жерде бізде қазір өмір танымымыз басқаша. Дініміз бөлек. Құдайға шүкір. Тіліміз бөлек. Біздің менталитет мүлдем басқа, біз түркіше ойланамыз. Жоқ, бірақ сонда да ана жерде олар жаңағы нәрсе бар ғой. Ана өмірде өліп кететіндей ақ бар. Енді білмеймін, қазір де бар ау. У нас бәке деп. Мен болдым бір рет сондай бір осы студент кезде бір жігіттер арқылы бір сондай бір кішігірім бір отырысты жүргізу керек болып қалды. Жиын ба? Бір-екі жазушылар болды, білмеймін ше. Мен ойлаймын, мықты жазушы. Червяковтар отырды ма? Червяковтар отырды ма? Червяковтар отыр. Мен ойлаймын, мықты жазушылардың шығармасы ол ел аузында жүреді. Солай ғой. Көп жазушыларды көремін да, кәдімгі білмеймін, жазушы болып жүреді ше. Ел алдында ма? Ел алдында шығармасы емес, өзі жүре ма жазушы? Ел алдында кітап емес, өзі жүреді да. Жазушы. Кітабы жүрсе, өлеңі жүрсе, халық айтса, жазушы, ақын деп ше. Сол кезде сол нәрсені көрдім ше. Өзі орысша сөйлейді екен. Бірақ бәндегідей пәтқаліндегі жағына бас жағын қазақшалап солайды екен да. Тебелем, у нас вот здесь деп бастайын ма? Масқара жағымсыз есімде қалып кетті сол ше. У нас бәке деп. У нас тоже бәке деп. Тек солай сөйлескен отырыс болған ма? Сол кезде тітіркеніп кеттім мен денім ше. Сондай бір орталар ғой мына жерде. Қатты қабылдап қояды анан. Сөйтіп екіншісінде ол болды ғой енді деп жекіріп тастаған, масқара болды ғой, ят болатын. Бір жағынан Хамеке мүмкін Червяковтың андай кісілер болады ғой, таза кісілер де болады ғой. Болады. Бала сияқты. Болады. Шынымен ақ қатты. Шынымен ренжітіп қойдым деп қалатындар ше. Онсыз да алдындағы сен кім Әсен сияқты ғой. Мен отылып қала беріп жатырмын ғой дейтін ше. Әсен дейскі ағамыз ше. Балконда шығып, ұтылып қала беріп жатырмын ғой деді ма саған. Әсен сияқтылар бар ғой өмірде, Сол сияқты мүмкін бұл әңгімені қайтарап, жаңа айттым ғой мен сендерге, әр түрлі ойлармен келе берсең бола бер дегенде, басында ше, бастамай тұрып. Сол сияқты енді бұда жаңағыдай нәрсені дәк көліге болады. Бірақ мен енді сіз Хамек дұрыс айттыңыз, Антон Павлович Чехов бұл Чехов. Чеховское ружьені айттық басында. Әр сөз өзіне жауап беріп тұр дедіңіз ғой. Мәртебелім деген бұл кісінің
көрсетіп тұрған сияқты қандай адам иә екенін. сол неғып тастады ғой ана. бұл жерде Әбіш Кекілбаев атамыздың аударып жеткізгенде ол енді бөлек, дұрыс айтасыз. просто аудара салу емес, кәдімгі жеткізіп аударған ше. Иә, әр сөзін өзіне жауап бергізіп қойған. Күшті Қамеке, өте күшті екен. Мына нәрседе мынаны көруге болады да. Өліп құтыласың ол нәрседен. Оның шешімі жоқ. Одан қайта қоя сал. Ол нәрсені өзіңмен бірге сол алып жүресің ғой үшін. Иә, бекерге өзіңнің қиналып, өзіңнің өлгенін қалады. Уайымшыл болма ғой, уайымдай берме ғой. Жүрекке қатты қабылдама. Иә. Уайымдай бермеңіздер деп Қамекең бетіне түшкірсем. Күшті Қамеке, өте күшті екен. Мына шақ беттік дедіңіз ғой, Шақ бет екен. Шақ беттік шығарма қанша ой, қанша мен 4-5 рет оқыдым анан. Өйткені арандай ғой. Мен роман оқысам, оның ішінде неше түрлі сөздерін емес, оқиғаларын айтып отырасыз. Мына 3-ақ беттің ішінде бір текстін есіңнен шығып кетсе, сәл бұрылыс басқаша болып кетеді да. Өйткені кешірімді бұл 4 рет сұрайды. 4 рет па? Иә, 5 рет сұрайды, сол 5-шісінде өледі. Ең бірінші тұрып бірінші кешірім сұрау, екінші тұрып тағы да кешірім сұрау, жұмысына келіп тағы да кешірім сұрайды, екінші рет тағы жұмысында 2 рет кешірім сұрайды, үшіншісінде жоқ фойеде бар ғой, 3 рет театрда сұрайды, 2 рет залда сұрайды, 1 рет фойеде сұрайды, 2 рет жұмысына барады. 2 рет жұмысына сұрайды, 5 рет сұрайды да өліп қалады. Сол құрметті көрермендер, кешірімшіл болыңдар. Кешірім сұрап тұрса. Негізі енді қараңыз, біз тек Червяков жақтан зерттеп жатырмыз да. Енді генерал жақтан кіріп көрсек. Қамеке генерал жақтан кірсек, мысалы, отсаңызшы театрды қарап ше, мысалы, артыңыздан мен желкеңізден. Ол тимеді сізге, бірақ бір түртем. Сен қызығып көріп жатсың. Жаңа түшкіргенім үшін кешірім сұраймын. Бір айттым. Жоқ, ештеңе алмайды. Дедіңіз, күшті қабылдадыңыз биіктікпен. Екінші рет. Жаңа мен ғой түшкірген соны жаңа қайт. Нормально. Уже нормально. Ол әсер етеді екен. Сол ғой. Үшінші фойеде тұрсыз да, әйеліңізбен күшті әңгіме. Орта басқа. Орта биік, андай күшті әңгіме отыр. Мен келем де, жаңа түшкіргенім соны нағып қайтып. Генералды көзінде сен мен мазақ қылатсың ба? Сен мен прикол деген қалжыңдап жатсың ба деген сол ғой. Жұмысына келіп ше, очередьта күтіп қырынып келген мәртебелім. Жұрттар шаруасын айтып жатыр. Иә, жұрттар 10 гектар жер керек еді, бірдеңе деп жатыр да генералға. Мынау келіп. Еще түрінде әзілдесіп жатқан да сыңай жоқ та. Нақты ше, кәдімгідей торжественно. Генералдікі дұрыс. Генералдікі дұрыс. Генерал өзімен өзі ғой, өзімен өзі спектакль көріп. Маша Медведтегі аю ғой, ана жоғал дегені де бір күн бұрын айтты ғой, сен маған прикол ұстап жүрсің ба деді. 5-шісінде ғой ол уже. Қойсай деді ғой. Ол жерде бірден айтқан жоқ. Басқа шаруа болыватқан кезде кешегі үшін кешіріңіз деп, типа елдің шаруасын шешіп жатсың да. Иә. Кешегі үшін кешіріңіз десе кетші дейсің ғой. Қоя тұршы, иә. Кешегі ниет дейсің ғой бірінші. Анандай сияқты ғой, анандай ше. Бір жерге барасың да, біреулер пере сыйлап жібереді ғой. Пере сыйлап. Сыйлаймын деп қатты көретін ше. Пере деген орысша. Пере сыйлап. Пере сыйлайды деген. Мысалы мен қатты сыйлап қояды ғой. Мысалы мен анандай жағдайларда плюс бір сөз болды ғой. Пере сыйлап. Жоқ, рахмет деп шығып кету керексің ғой. Дегенмен демек шығып кету керексің ғой. Ойлашы, мысалы сен мен неғып тұрсың ғой. Түсіп кіріп тамақ жеп дегенге мен айтам ғой. Жоқ, рахмет. Мен айттым ғой негізі, болды. Нақты. Болды деп, керек емес. Болды ғой. Сол кезде ана бізде анандай рахмет жеп болған соң айтасың деп та. Кіргізіп алып тұр, отырады. Ана жерде ана басқа адамдар басқа сұрақ. Ол адамда басқа проблема бар шығар. Сыйластықта қинастық жоқ деген сөзді кім шығарса да зор шығарған ше негізі. Сол күйдіріп жүрген ғой. Сыйлап па? Иә, пере сыйлап жүрген ғой. Флорентино пере сыйлап. Иә, аса қатты бір-біріңізді сыйлауда негізі. Орнымен сыйлайық деші. Пере сыйлаудың қажеті жоқ бір-бірімізді. Мен ана қазір енді нелерге барам ғой. Студенттермен кездесулерге барып жүрмін. Осы кітап. Сол байқаймын бір пере сыйлаулар болады екен. Мен жол бермей келатырмын. Бір рет беріп қойдыңыз. Кейбір жаңағыдай жерлерде мені күтіп алып шығарып салатын ағайлар ғой енді.
солар жаңағы ұсыныс айтып қалады да, ертерек келсеңіз дастархан жайып шай ішіп, ойбай рахмет. Онда біткеннен кейін неге отырып кафеге де қасымызда сол жерде бір тамақ ішіп әңгімелесіп, ойбай рахмет. Сол студенттермен кездесу ма, сол нәрсе қалу керек қой. Студенттермен ғана болып па? Студенттермен кездесу, одан кейін болды. Кәдімгідей. Тамаққа барсақ студенттермен бірге барайық деп. Одан асқан. Шынымен дұрыс айтасың. Тамаққа негізі студенттермен бару керек қой керісінше. Тамақ ішуге де студенттермен барған дұрыс қой деймін да. Қарындары аш қой солардың. Тамақ ішуге келіншегіңмен отырып ішкен күшті. Жалпы айта салғанша. Шын айта салған. Соның тамағы. Мен ара келіншегімен барған кезде оған екеуміз бірдей тамаққа заказ бермейміз. Мен мысалы қараймын да, өзімнің нежекім кеп барған тамақты бірінші заказ етсем да, одан кейін менюді ашамдағаны, сен мынаған мені іш деймін да. Ол келген кезде оны да жеймін да, дәмін көремін да. Серьезно ма? Сіз таңдап бересіз бе? Жоқ, ұсынам, таңдамаймын, ұсынам. Енді мен де шелейін неғымаймын. Ұсынам, сөйтіп ойланып, соны береді. Зато екі тамақ жеп шығасың, нәнерден? Келіншегіңше. Одан кейін адуши кәдімгі, еркін. Күшті, Хамеке, рахмет, күшті. Қымбат көрермен, біздің түсірілім алаңы тағы да өзгерді, бірақ бұл сол баяғы бізді қолдап отырған, өзіміздің қажет бизнес, қажет ап қосымшасын жасап отырған жігіттер, бизнесмен аға бауырларымыз. Сол жігіттер қазір осы бағдарламаның астында комментарийда міндетті түрде WhatsApp номер арқылы қажет бизнес, қажет ап қосымшасындағы барша YouTube, америкалық, қазақстандық YouTube арқылы ақша табу, TikTok арқылы ақша табуды үйрететін қосымшаны өзіңізге жүктей аласыздар. Міндетті түрде WhatsApp номер арқылы хабарласыңыздар. Хамеке, рахмет. Өте күшті шығарма екен. Мынау аз да болса айтары көп. Мен тағы да ішінен көп әңгімелер бар. Біразын оқыдым, қосып айтам бекем деп. Мынаған ештеңе қоспақ қою керек сияқты, ол осы оймен қалу керек. Ой күшті болды. Осы оймен. Сан түрлі ойлар болды. Көрермендер өздерін тауып алады деп ойлаймын. Мен өзім таптым. Бағана қап кеткен кез бар ғой. Мен өзімді көрдім. Сіз айттыңыз ғой, ол адам өзін көреді дедіңіз. Мен көрдім. Көреді. Мен болғам ондайда. Мен анау басында мәз болып бүйтіп көріп отырамын солмын. Өте күшті. Қымбат көрермендер, бұл кітапхан бағдарламасы 20 мамыр. Қымбат көрермен, бізде концерт, міндетті түрде келіңіздер. Хамекең болады. 20 мамыр Central Stand-Up Club'та кітапхан концерті болады, міндетті түрде келіңіздер. Билеттер сілтеме арқылы төменде. Каналға тіркелеміз, арнаға тіркелеміз, лайк басамыз, løпіл басамыз, барлығы өз қолдарыңызда. Біздің арнамыз сіздердің арқаларыңызда дамып отыр. Қош сау, саламатта болыңыздар.